Неке мен бәрін инемен түйреп алдым. Сіздерге қазір ыңғайсыз болса, қыздар, ішінен сыртқа қарай тігіп көріңіздер. Қазір мен ішіне қарай тігіп жатырмын ғой. Сіздер мына манжетті ішіне қарай қойыңыз да, сыртқа қарай тігіп көріңіздер. Бір қабатын. Кейін сырттан, іштен сыртқа қарай сыртын нетесіздер, тігесіздер. Мінекей. Қазір мен жаңағы мына жақта тігіске тігілген, енді бұлай қарай сыртқа беріп, оны тікпеймін. Таза мына манжеттің өзіне тігемін, 1 сантиметр беріп. Бұлайнан тігіп шығамын. 1 сантиметр беріп. Мына манжетті абайлау керек, тігіп алмау керек. Қазір 1 сантиметр беріп тігеміз. Ал, бисмилля. Инелерімізді алып тастаймыз. Жинауға арналған тігістің бәрін осының ішіне кіргізіп жібереміз, ештеңені көрсетпейміз. Егер манжеттің жаңағы именно манжеттің өзі жасалуы түсініксіз болса, жаза кетіңіз. Осы манжеттің жасауын көрсетейін дұрыстап. Қиын емес деп ойлаймын енді. Мінекей. Тігіп алдық. Мына лишнийді ештеңені алмаймыз. Тек қана өзімізге керегін ғана тігіп аламыз. Мына лишний жіптің бәрін кесіп тастайық, қыздар. Міне бәрін тігіп алдық. Енді мына манжеттің екінші жағын мынаны сіздер бірінші тіктеп аласыздар ғой. Қозғалып кетпес үшін мына жерге ине түйреп алыңыздар. Манжеттің түктелген жері. Ал енді мына жерде қарасаңыздар, көп бізде мата болып кетті. Сол үшін керек еместерін ақырын кесіп тастасаңыз болады. Бәрін кеспеңіздер. Сөгіліп кетпесін. Неке мына қайрылғанды кішкене кесем шпұрыштап. Енді мынаны бұлайнан алып, ішке қарай кіргізіп, мына жақты әдемілі бүктеп, кейін мынаған бүйтіп қоямыз. Бір сантиметр көлемде. Үтіктеп алыңыздар деген жерім осы ғой. Мынау үтіктеліп тұрса, сразу сіздер қоя бересіздер. Мінекей. Енді мына жерді инемен түйреп қойыңыз. Енді екінші жағына барамыз. Бұл жерде де тура сондай. Кішкене утолщение берген жерлерді алып тастаймыз. Чуть-чуть. Сөгіліп кетпесін. Міне, мынау былай кетті ма? Мына жақта да 1 сантиметр. Мынау тілшіктерді ары қарай бүктейсіздер. Бұлай, енді бұлай қарай бүктейміз. Әдемілеп, асықпай бүктеп алыңыздар. Инемен түйреп алыңыздар. Қолмен тігіп алыңыздар. Жаңа айтқан жерім осы. Жаңа іштен сыртқа қарай бірінші тігіп алыңыздар. Потом барып сыртын бүктеген кезде кішкене оңайырақты, ыңғайлы да. Бірақ не болады? Тігісіңіз көрініп қалады да өште. Енді екі жағын істеп алдық. Дұрыстап қоямыз да. Ар жағын тігістерін дұрыстап шығарып аламыз. Кейін мына жерді ортасынан бастап бүктейміз. Әдемілеп бүктеп қоямыз. 1 сантиметр көлемде. Сразу инемен түйреп аламыз.
осылайынан тігісті жауып істеген әдемі көрінеді, жаңағы мусордың бәрі көрінбей әдемі болып тұрады. Болмаса жаңағыдай екеуін бір-біріне біріктіре салып оверлоктай салса да болады, бірақ осы әдемі. Бәрі ішінде тұратын, ештеңе сөгілмейді, мазаңызды алмайды. Ал мінекей, бәрін түйреп алдық. Жақын түйреп алыңыздар сіздер. Тігіп отырған кезде қарап отырамыз, мына жерлер шығып кетпесін, жаңа тігістеріміз. Немен түйреп аламыз. Енді 0,1 мм беріп тігіп шығамыз.